Қытайдағы студент қандастарымыз 20 ұлттың тілін енгізіп, тұңғыш қазақи смартфон жасап шығарды. Бабаларымыз байырғы заманнан баршамен терезесі тең болған. Сондықтан бүгінгі техника заманда да ешкімге есе бермеспіз деген ниетпен жаңа жобаға әз баба деп ат қойыпты. Бұл телефон функционалдығы жағынан әйгілі смартфондардан еш кем түспейді. Жас тапқырлар смартфонға қосымша 100 шақты қазақша бағдарламалар жасаған. Тапқырлар ең алдымен интернеттен сайт ашып, қазақ техникалық форумын құрған. Мұнда жас программистер қазаққа қажетті деген бағдарламалар жасап, форумға салатын болған. Кейіннен Android платформасын түгелмен қазақшаға аудару, одан соң қазақи смартфон жасау ойға келеді. Тәуекелге бел буған тапқырлар тобы алдыңғы жылдың жазында телефонның жобасын әзірлеп, ағымдағы жылдың 22 наурызында әз баба маркалы тұңғыш қазақ смартфон тұтынушыларға ұсынады. Біздің ата-бабаларымыз тегінде ешкімнен кем болмаған ғой. Ақбілектің күшімен, Ағынайзаның күшімен өз жауын бағындырған. Мына дәуірде ол техниканың дәуірі болды. Қазақ тілінің сол техникада артта қалмауы, сол бабалар рухына деген бір борыштылық өзіміздің. Сол негізінде әз баба деп атын алдық. Әз бабаның тілі қазақша, ішіне қосымша 20 ұлттың тілі енгізілген. Қытайларда Байду, Америкада Google болса, қазақтарда енді Тінт.kz атаулы іздестіру жүйесі бар. Бұл да әз бабаны әзірлеу барысында пайда болған. Тек қазақ тіліндегі мағлұматтарды іздейді. Қытайлық қандастар жасағандықтан әз баба әзірше тек төте жазу нұсқасымен жасалған. Қытай Қазақстанның қазақтарының арасында тек жазбаша түрде ғана емес, ауыз екі тілде де диалектілік айырмашылықтар бар. Біз осы екі жаққа да тән диалектілерді ұштастырып, жалпыға ортақ түсінікті тілдегі бағдарламалар жасап шығару ойымызда бар. Әз баба смартфонның ішінде қазақтың шежіресі, салт-дәстүрі, әдет-ғұрыптары секілді көптеген қазақылыққа тәрбиелейтін бағдарламалар бар. Мұның бас ерекшеліктерінің бірі, телефон кітапшасына жаңа контакт енгізген кезде адамның аты жөні және телефон нөмірімен қоса жүзі, руы және лақап аты жайында қосымша мәлімет енгізуге болады. Нағыз қазақи смартфон. Тұңғыш қазақ смартфонның алғашқы 2000 данасы шығарылған. Олар 2 аптаның ішінде түгелмен сатылып кетті. Енді авторлар әз бабаның жаңа моделін ойластыруда.